Атырау облысының соғыс жылдарындағы орны ерекше болды. Облыс аумағында әскерилердің жұмысы қызды. Олар Қазақстанды Майданмен байланыстырып, эвакуацияланған адамдар Гурьев арқылы Қазақстанға жеткізілді. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап өңірдің мұнай өнеркәсібі Майдан үшін жұмыс деп армияны жанармаймен қамтамасыз етті. Сонымен қатар кейінгі жылдары соғыстан кейін елдің даму үшін әсерін тигізген жаңа мұнай кен орындарын іздеу және пайдалануға беру жұмыстары басталды. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап майданға аттанған ерлердің орнын әйелдер, қариялар мен балалар алмастырды. Соғыстың қысылтаяң кезеңінде тыл еңбекші халқы кәсіпорын, колхоз бен совхоз жұмысына таң сәріден жүгіріп, түн ортасында қайтқан. Атырау қаласында әскери сақтық шаралары, қауіпсіздік шаралары жүзеге асырылды. Оның себебі біріншіден Атырау майданға мұнай жанар жағармай өндіріп отырған бірден бір облыс жылдағы. Соғыс жылдарында Сталинград шайқасында ұрыс қимылдарына қатысқан Қызыл армия ұшақтары жанармай үшін Гурьев облысына ұшып келетін. Облыс аумағы майдангерлермен тығыз байланыста еді. Онда жау бомбалары жарылып, диверсиялық топтар жіберілді. Ал госпитальдарда Совет армиясының жауынгерлері жарақаттары мен ауруларынан қаза тапты. Немістер Қарабатан теміржол станциясын және Гурьев-Орскі мұнай құбырын істен шығаруға, мұнай резервуарларын бүлдіруге талпыныс жасады. Еліміздің батыс бөлігінде қалған ірі заводтар, фабрикалар Атырау жеріне көшірілді. Сталинградтан, Донбасстан, мысалға Петровский атындағы машина жасау заводы, механикаландырылған завод, Астраханнан кеме жөндеу заводы, Чернигов облыстарынан балық консерві заводтары көшіріліп келіп, өте қысқа мерзімде өндіріс жолға қойылып. 1942 жылдың екінші жартысында еңбек кен орындарында өндіріс қарқын алды. Май және мұнай өнімдерінің тапшылығы болған жоқ. 1942 жылдың қараша айында Гурьев темір жолымен 4793 тонна мұнай, Гурьев мұнай құбыры арқылы 32800 тонна отын жіберді. Сонымен бірге жаңа мұнай кен орындарын барлау және пайдалануға беру жөніндегі жұмыстар жанданды. Соғыс жылдарында Атырау облысының аумағында Комсомольская, Қошқар, Тентексор, Бекбеке, сондай-ақ Жолдыбай кен орны ашылып, игерілді. 1943 жылдың 14 сәуірінде нөмір 441 мемлекеттік мұнай өңдеу зауыты мен Гурьев қаласындағы тұрғын үй қалашығының қазіргі атақты Атырау мұнай өңдеу зауытын салу кеңсесі ұйымдастырылды. Нұрислам Ғұмар, Айымгүл Хайруллина, Қымбатты Айырғызы, Атырау телеарнасы.